Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз YouTube каналымызға видео жүктейтін боламыз. Алдымен YouTube'ға кіреміз. Ортада плюс тұр. Плюс белгісін басамыз. Және де өзіміздің дайындаған видеомызды таңдап аламыз. Далее келесісін басамыз. Бұл жерден енді видеоға текст қоссақ болады. Жазу жазып болмаса фильтрмен түсін шамалы өзгертсек болады. Одан қалды мына жерде сөйлеп бірдеме айтқыларыңыз келсе, мына жерде запись бар, сонымен жазсаңыздар болады. Және де смайликтер қосам десеңіздер, смайликтер қосуға болады. Далее келесін басамыз. Одан кейін мына қаламшаны басып, бастапқы көрінетін бетін, яғни фоны дейді ғой, обложкасын өзгертуге болады. Былайынан ысыру арқылы өздеріңізге ұнаған жерін келтіріп қойсаңыздар болады. Келтіріп болғаннан кейін птичканы басамыз. Добавьте название деген жерге тақырыбын жазамыз. Доступ деген жерге открытый доступ таңдаймыз. Местоположение толтыру міндетті емес. Укажите аудиторию деген жерге видео не для детей дегенді таңдаймыз. Ал егерде сіздерде каналдарыңыз мультикке қатысты болатын болса, видео для детей деп таңдайсыздар. Загрузить видеосын басамыз. Видеомыз жүктеліп болды. Енді қараймыз. Осылай видеоларыңызды жүктей бересіздер.